Сәлем, бүгін біз 2-90 бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Тақырыбы зат мөлшері және де стихиометриялық есептеулер. Бірінші тапсырма молекулалар саны 3,1 көбейтілген оның 23 дәрежесіне тең көмір қышқыл газының зат мөлшері және массасын есептеңдер. Бізде есептің берілгенде 3,1 деп берілген. Бізде Авогадро тұрақтысы бар Na-да. Ол 6,2 көбейтілген оның 23 дәрежесіне тең. Бұл 1 мольде. Ал бізге берілген 3,1 көбейтілген оның 23 дәрежесі деп берілген, яғни бұл 1 мольде 6,2 көбейтілген оның 23 дәрежесі болса, 3,1 көбейтілген оның 23 дәрежесі ол 0,5 моль деген сөз. Яғни бізде есептің жауабында 0,5 моль деген вариант бар, ол D варианты. Яғни дұрыс жауабы D болып есептелінеді. Дұрыс варианты бізде D. Екінші сұрақ. Мыстың эквивалентті оксидін сутекпен тотықсыздандыру нәтижесінде 4 грамм таза мыс алынған болса, реакцияға түскен мыстың эквивалентті оксидінің массасын, зат мөлшерін табыңыз. Ең алдымен біз реакция теңдеуін жазамыз, яғни купрум О қосылған H2 мен тотықтырамыз. Түзеді купрум қосылған H2O. Бұл А. Асы. Басында бізде купрумды 4 грамм деп берген. Оның молярлы массасы 64-ке тең. Енді осы жерден біз купрумның зат мөлшерін таба аламыз. Ол үшін ню тең болады масса бөлінген молярлы масса формуласын қолданамыз, яғни 4-ті бөлеміз 64-ке. Тең болады 0,6 моль. Енді осы жерден біз ню купрум тең болады ню купрум О. Яғни бұл дегеніміз екеуі де бірдей мольге тең. Яғни купрум О'ның молі 0,6 мольге тең. Бұл С-ның жауабы 0,6 моль деп жазасыздар. Енді осы арқылы біз купрумның массасын есептейміз. Масса тең болады ню көбейтілген молярлы масса. Купрум О'ның молі бізде 0,6-ға тең, көбейтеміз. Молярлы массасы 80-ге тең. Нәтижесінде бізде 4,8 шығады, бірақ оны жоқтап 5 грамм деп ала аламыз. Үшінші тапсырма. 273 Кельвин 0 градус, яғни температурамен 101,3 килопаскаль қысымда өлшенген 1 моль газ 22,4 литр көлем алады. Бізде кесте берілген, сол кесте бойынша біз берілген моль саны қалыпты жағдайда алатын көлемдерді сәйкестендіруіміз қажет. Үшінші тапсырманы орындау үшін біз В тең болады ню көбейтілген формуласын қолданатын боламыз. Бізде ең бірінші аммиак берілген, тең болады. Аммиагымыз 10 моль дейді, көбейтеміз 22,4-ке, түзеді 224 литр. Екінші бізге сутек берілген, ол 0,175 моль, көбейтеміз 22,4-ке тең болады, ол 16,8 моль литрге. Келесі бізде аргон берілген, ол 0,5 моль, көбейтеміз 22,4 литр мольге, бұл түзеді 11,2 моль литрді. Яғни жауабы А бізде 3-ке тең, Б бізде 1-ге, С 2-ге. Үшінші тапсырма. Белгісіз газдың сутекпен салыстырмалы тығыздығы 15-ке тең, осы газдың молярлық массасын табыңыз. Сутекпен тығыздығы дегеніміз бізде D H2 тең 15-ке деген сөз. Яғни осы жерден біз MR газды табуымыз керек. MR газды табу үшін осы 15-ті 2-ге көбейтеміз. Яғни 15-ті 2-ге көбейту себебіміз бізде H2-ның
малярлы массасына көбейтеміз. Яғни мына формуланы қолданамыз. Тең болады D көбейтілген M. Осы формуланы қолдана отырып, біз 15-ті сутектің малярлы массасы 2 ғой. Сол 2-ге көбейту арқылы 15-ті көбейтеміз 2-ге, тең болады 30 грамм. Яғни жауабы 30 грамм болады. Газдың малярлық массасы. 5-ші тапсырма: белгілі қысым мен температурада азот пен сутекті тікелей әрекеттестіріп, аммиак алуға болады дейді. Енді біз асын орындаймыз. Яғни аммиак синтезінің, яғни алынуын, реакция теңдеуін жазатын боламыз. Ол яғни N2 қосылған H2 тең түзеді, яғни NH3-ті аммиак түзеді. Ары қарай теңестіретін болсақ, мына жерде бізде реакцияға дейін азот 2, реакциядан кейін 2 қоямыз. Реакцияға дейін сутек 2, реакциядан кейін 6. Яғни мына жерге 3-ті қоямыз. Енді бізге осы аммиак синтезіндегі газдардың көлемдік қатынасын табыңдар деп тұр. Ол үшін біз әрбір элементтің алдындағы коэффициентке қараймыз. Бұл асы, енді сіздерге б-сын мына жерге жазып кетейін. Бізде азоттың алдында ешқандай жаңағы коэффициент жоқ, оны яғни 1 деп есептейміз. Көрінбей тұр ол. Басқа цветпен жазайын қазір. 1 қатынасы. Бізде сутектің алдында 3 тұр, яғни 3 көлемдік қатынас. Келесі бізде аммиактың алдында 2 тұр, значит 2 болады. Сонда көлемдік қатынастары 1-дің 3-ге, 3-дің 2-ге қатынасы 1, 3, 2. Ұнаса подписаться етіңіздер, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта біліміңді тексердің есептерін шығаратын боламыз.